Барлығыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дамды болып шығатын және де оңай жасалатын момошки, оны басқаша момосай деп атайды, ыстық тағамын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылытып алған суымызды құямыз, бір жұмыртқа саламыз, бір ас қасық ашытқымызды саламыз. Қасығымыздың көмегімен осылайынан араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып шамамен 10 минуттай ұстап тұрамыз. 10 минут уақытымыз өткеннен кейін қақпағын ашып ұнымызды салып қамыр елейміз. Ол үшін біз ұнымызды аз бөліктен саламыз. Бірінші кішкентай бөлігін салып, осы шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін тағы да қалған бөлігін саламыз жартылай. Қайтадан шанышқымен араластырып аламыз және де біздің осы қамырымыз қоюланғанға дейін осы шанышқымен араластырып аламыз. Одан кейін қалған ұнымызды салып қамырымызды елейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Өте жұмсақ қамыр шығуы керек. Қазір мен қамырымыздың бетін жауып, енді жылы жерге шамамен 1 сағатқа орап қоятын боламын. Міндетті түрде жылы жерге бетін жауып орап қойыңыздар. Қамырымыз көтерілгенге дейін басқа қоспалармен жұмыс жасаймыз. Ол үшін біз мантаварканың астына күнбағыс майын құямыз. Майымызды кішкене қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін етімізді салатын боламыз. Мен бұл жерде қойдың етін қолданып жатырмын. Кез келген өзіңізге ұнайтын етті қолдана берсеңіздер болады. Тіпті тауық етімен де жасауға болады. Осылайынан мен етімді бір рет қуырып аламын, бетін жауып қойдым. Шамамен 2-3 минуттай ғана қуырдым. Енді қазір мен қайтадан араластырып, осы етіміздің үстіне бір ас қасық томат салатын боламын. Томат егер ұнамаса қоспасаңыздар да болады, бірақ та мен осылай томатпен жасап жатырмын. Томат салғаннан кейін қайтадан осылай араластырып аламыз. Енді келесі кезекте біз көкөністерімізді салатын боламыз. Мен мұнда барлығын алдын ала дайындап алдым. Сәбіз, болгар бұрышы, сарымсақ және де пияз. Барлығын алдын ала турап дайындадым. Қазір барлық көкөністі осы ыдысымызға саламыз. Қайтадан бір рет араластырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз қосамын және де қалауларыңызша қара бұрыш және дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Қайтадан осылай араластырып алам. Енді қақпағын жауып, орташа отта шамамен 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің енді етіміз піскенге дейін қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Ол үшін мен қамырымды осылайынан қойып, қазір ең бірінші жайып алатын боламын. Қамырды өте қатты қалың да емес, жұқа да емес формада бауырсаққа қамыр жайғандай қылдырып жайып аламыз. Одан кейін осылайынан дөңгелек қамырға күнбағыс майын толықтай осылай кисточкамыздың көмегімен жағып шығамыз. Енді қазір осылай қамырдың бір жақ бөлігін ортасына әкелеміз. Одан кейін екінші жақ бөлігін осы қамырдың үстіне қайтадан қоямыз. Қойып аламыз міне осылайынан. Енді осылай үстінен басыңыздар да үстінен қайтадан күнбағыс майын жағатын боламын. Тура осы бетіне ғана үстіңгі бөлігіне осылай күнбағыс майын жағып шығамыз. Енді қазір ортасынан қайтадан бір рет бүктеймін. Үстін кішкене басамын, формасын келтіріп. Осылай басып алдым. Енді қазір пышақпен міне осылайынан кесіп шығамыз. Өте қатты жұқа жасамайсыздар. Осындай мен сияқты формада кесіп алсаңыздар болды. Барлық қамырды мен қазір міне осылай кесіп шығамын. Енді қазір сіздерге мен қамырдыға қалай форма жасайтынымды көрсетемін. Ол үшін бізге кисточка немесе осылай шпажка қолдансаңыздар да болады. Ортасынан міне осылайынан бір рет басамыз қаттырақ. Одан кейін қамырымызды қолымызға алып, міне қазір жақындатып көрсетейін. Екі жақ шетінен тартамыз, міне осылайынан созамыз. Созғаннан кейін міне екі қолымызбен осылай міне бұраймыз. Осылайынан бұрайсыздар. Енді қазір бір жақ бөлігін міне осылай екінші жағына жеткізіп, басып, бір-біріне жабыстырып қоямыз. Сонда міне сіздерде осындай форма шығады. Қазір сіздерге тағы да біреуін жасап көрсетейін. Міне шпажкамен осылайынан міне үстінен бастым соңына дейін. Одан кейін қазір қамырды қолыма алып, екі жақ бөлігінен міне осылайынан тартамыз. Қамырымыз біздің жұп-жұмсақ, өте оңай жасалады. Қараңыздар, міне осылай енді бұрап шығасыздар. Қайтадан бұраймыз. Жақсылап бұрап аласыздар. Енді бір жақ шетіне міне екінші жағын осылай айналдырып әкеліп жабыстыра саламыз. Болды. Міне осылайынан әдемі гүл сияқты форма шығады. Егер сіздер форма жасағыларыңыз келмесе, тек қана дөңгелек қылып қана бауырсақ жасағандай дөңгелек қылып жасалсаңыздар болады. Енді қазір мен мантаварканың листына май жағып алдым астына. Осылайынан үстіне міне қамырларымызды қойып шығамыз. Бір листқа мен шамамен осылай 4 қамырдан орналастырдым. Өйткені олар қазір буға піскенде тағы да көп болып көтеріледі. Енді қайтадан етімізге ораламыз. Біздің етіміз міне өзіне бұл жерде ешқандай су қоспадым, өзінің майына, осылайынан міне көкөністердің суына күшті болып міне пісіп қалған. Енді мен қазір үстіне су құямын.
су шамамен көбірек деп қоя беріңіздер. Осылайынан құйып алдым, еттен асып тұратындай қылып. Бетін жауып, қазір қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін мен қазір алдын ала дайындап алған картопымызды саламыз. Егер картоптарыңыз кішкентай болса, кеспей-ақ кішкентай күймен сала беріңіздер. Менде үлкен картоп болғандықтан орталарынан бөліп алдым. Енді қазір үстіне міне осылайынан қамыры бар бетін қоямыз. Бетін жауып, максималды оттың қызуында шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. 30 минут уақытымыз өтті, біздің тағамымыз дайын болды. Осылайынан міне әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Егер де видео ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сонда каналыма шыққан жаңа рецепті ең бірінші болып көретін боласыздар. Және де комментарий қандай рецепт көргілеріңіз келеді, жаза кетіңіздер.